Сәлем достар, сіздермен бірге Ақмарал. Үй жағдайында және бірінші рет жасасаңыз да өте сәтті болып шығатын слоеный қытырлақ круассандардың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен каналға тіркеліп алыңыздар. Мен қамырды алдын ала ашытып қойдым. 500 мл жылы сүтке 5 ас қасық қант, 1 қасық дрожж, 1 қасық тұз қосып, жұмсақ қылып қолға жабысатындай етіп, қамыр илеп ашытып қойдым. 2 сағат жылы жерде тұру қажет қамырдың. Қамырды 4 бөлікке бөліп, бетін 5 минутқа жауып қойсақ, жаю оңай әрі тез болады. 4 бұрышты қылып, қатты қалың қылмай қамыр жаямызды, бетіне еріп тұрған сары майымызды жағамыз. Май бөлме температурасында еру керек. Жұмсақ майымызды осылай жағып шығамыз да, видеодағыдай жасаймыз. Видеода бәрі түсінікті көрінген. Төрт қамырды да дәл видеодағыдай жасап, бетін пакетпен жауып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Дайын болған қамырды алып, ұн сеуіп, оқтаумен 1 см қалыңдықта жайып шығатын боламыз. Қамырды осындай ұзын үшбұрышты қылып бөліп алатын боламыз. Арасына любой начинканы қолдана бересіздер. Творог, варенье, шоколад болсын, сгущенка болсын, барлығымен өте дәмді болып шығады. Қамырды осылай ұзын қылып созып, видеодағыдай жасасаңыздар, өте слоеный және піскен кезде де әдемі круассанның видін беретін болады. Круассанның бетіне жұмыртқаның сарысымен кішкене сүт қосып, бетіне жағатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пешке салып, 200 градусқа қойып, жарты сағат пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, круассандарды дайын, өте дәмді болып шыққан. Бетіне сахарная пудра сеуіп, қалағандарыңызша әсемдеп әрлеп берсеңіздер болады дастарханға қоятын кезде. Қараңыздар, арасы да піскен, тура кафе ресторандардағыдай болып шығады. Өте дәмді, өте сәтті рецепттердің бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарияда менімен бірге бөлісіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.